Ассаламу алейкум, құрметті мұсылман қауым. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін ислам отбасы туралы айтамын. Яғни мұсылман отбасы ерлі-зайыптылардың бір-бірінің міндеттері. Яғни ер адамның әйел алдындағы міндеттері, әйел адамның ері алдындағы міндеттері туралы айтпақпын. Осы бейнероликті соңына дейін көріңіздер. Алдымен осы каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, комментариймен бөлісіп отырыңыздар. Ендеше біз бастайық. Ер адамның әйел алдындағы міндеттері. Ер мен әйел некелесіп, өмірлік бір-біріне жолдас, жар болғаннан кейін өзінің арнайы міндеттері бар. Яғни ер адамның әйел алдындағы міндеттері ең біріншісі ол жақсы мәміледе болу. Әйел адамға жақсы қарап, оны Алланың берген аманатына қиянат жасамай, өзінің өмірлік жары болғаннан кейін кез келген жағдайда онымен ақылдасып отыру керек. Және де оны құрметтеп, оған балағат сөз айтпай, бетінен ұрмау керек. Әйеліңізбен жұмсақ мінезде қарым-қатынас жасаңыз, және де оны сыйлықпен қуантып отырыңыз. Сыйлықтар беріп, жақсы жылы сөйлеп, және де өзіңізге киім алсаңыз, оған да киім алуды ұмытпаңыз. Оған әрқашан қолдау көрсетіп, жанасыр болып отырыңыз. Сіздердің ер адамның әйеліне жасаған қарым-қатынасы балаға әсер етпей қоймайды. Баланың тәрбиесі отбасында ерлі-зайыптылар қалай бір-біріне қарым-қатынас жасаса, оны бала көріп өседі. Жақсы отбасынан шыққан бала міндетті түрде ол жақсы көркем мінезге ие болады, және де болашақ өзінің жарында жақсы таңдай біледі. Әйеліңізге өзіңіздің балаңыздың анасы есебінде қарап, онымен жақсы тіл табысып, жақсы сөйлесіңіз, жұмсақ сөйлесіңіз. Ер адамның әйел алдындағы міндеттерінің маңыздысы ол үймен, қаражатпен, және де ішіп жеу тағаммен қамтамасыз ету. Ол тікелей ер адамның мойнындағы міндет. Егер әйеліңіз жақсы бір қызметте болса, оның мойнына масыл болып отырып алмаңыз. Бірақ қазір әртүрлі отбасылар бар, намысы бар, кеудесі намысы бар еркек өзінің әйеліне масыл болмайды. Ал егер әйелі кәсіпкер болып, күйеуі үй қызметінде болатын болса, онда да күйеуі әйелі түсінісіп, бір-бірімен түсінісіп, жақсы мәміледе болуы тиіс. Отбасы болғаннан кейін әр нәрсе болады. Ұрыс-керіс болып қалған жағдайда әйеліңе ренжісеңіз, ең әйелге деген ең үлкен тыйым ол үйден шығып кету емес, төсегіңізді бөлек салып жатсаңыз, сол да әйелге жеткілікті. Бұл біраз уақыт, ары кетсе бір ай болар, әйеліңіздің өзі алдыңыздан өтуі тиіс. Әйел адамның ері алдындағы міндеттері. Әйел адам ерін құрметтеу керек, және де мойынсыну керек, айтқандарын бұлжытпай орындауы тиіс. Әйел адамның ер алдындағы міндеттерінің бірі оның ұйықтау уақытын, тамақ ішетін уақытын, жұмыстан келетін уақытын бақылап, қадағалап отыру керек.
Күйеуіне жақсы қараған әйел Алланың назарында болады. Және де пайғамбарымыз, Алланың оған салауаты мен сәлем болсын, хадисінде айтады: егер әйел 5 уақыт намазын оқитын болса, және де жылына бір келетін Рамазан айында оразасын ұстайтын болса, және үшіншісі күйеуін құрметтейтін болса, ол әйелге 8 жаннаттың есігі ашық болады, және соның қалағанына кірсін деген екен. Отбасының бір-бірін түсінісіп, бір-бірін құрметтеуі, ондай отбасыдан жақсы, тәрбиелі, иманды, салиқалы ұл-қыздар шығады. Ол айдан анық. Алла тағала әрбір мұсылман отбасына ынтымақ, бақ береке, ауызбіршілік берсін. Бір отбасы, бір отан сияқты, оның дамуы ең бірінші бір-бірінің түсіністігінде, бір-бірін түсініп, және де бір-бірін құрметтеуінде. Алланың елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бір хадисінде айтады: егер Алладан басқа сәжде қылатын нәрсе болатын болса, мен күйеуіне әйелінің сәжде қылуын бұйырар едім деген екен. Құрметті мұсылман қауым, әйел қауымы және ерлер қауымы, сондай тәрбиелі, салиқалы, саналы ер мен әйелден жақсы салиқалы ұрпақтар шығады. Тектілік деген осыдан басталады, құрметті жамағат. Сол үшін ауызбіршілікте, бейбітшілікте болыңыздар. Еш уақытта балаларыңыздың көзінше ұрыспаңыздар. Бұл үлкен тәрбиенің мәні. Пайғамбарымыздың, Алланың оған салауаты мен сәлем болсын, хадистерін оқып, және де Алланың Құранда бұйырған бұйрықтарымен жүрсек, Алла қаласа ең жақсы отбасылардан болуымыз әбден мүмкін. Құрметті мұсылман қауым, осы бейне ролик ұнаса, осы кеңестер ұнаса, лайк басып, комментария жазып, және де сол комментариймен бөлісіп отырыңыздар. Алла баршамызға бақ береке, ынтымақ берсін, еліміз, халқымыз аман болсын, әрбір мұсылман отбасы ауызбіршілікте болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.